Келес ауданында салынып жатқан асфальт жолдар аяқ жолдардың сапасы үнемі бақылауда. Өйткені жол активтері сапасының ұлттық орталығы Түркістан облысы бойынша филиал қызметкерлері зерделі бақылау жұмыстарын жүргізіп келеді. Келес ауданында жол саласында атқарылып жатқан жұмыстар көп. Елді мекендерге асфальттер төселуде. Жаяу жүргіншілерге арналған аяқ жолдар салынуда. Дегенмен де іске асып жатқан тірліктердің сапасы қандай деген сұрақ туындайды. Алаңдауға негіз жоқ, өйткені жол активтері сапасының ұлттық орталығы Түркістан облысы бойынша филиалының қызметкерлері зерделі бақылау жұмыстарын жүргізіп келеді. Ағымдағы 2022 жылға Келес ауданы бойынша жалпы 127 шақырым жол орта және ағымдағы жөнді өту жоспарланған. Бүгінгі таңда жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда яғни асфальт төсеу жұмыстарына аяқталған көшелерге ұлттық сапа орталығы арқылы керім алу. Былай айтқанда қалыңдығын, тығыздылығын, асфальттың жаңағы сапасына алу жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Жол активтері сапасының ұлттық орталығы Түркістан облысы бойынша филиалының қызметкерлері Келес ауданына қарасты Біртілек ауылында жүзеге асып жатқан жұмыстардың сапасын бақылады. Келес ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінің тапсырмасына сәйкес Келес ауданының Ақсарай көшесінің жаяу жүргіншілерге арналған жолағын сапасын тексеру жұмыстары жүргізілді. Сәйкесінше қазбалынған сынамаларға сәйкес сынамалардың қалыңдығы 3,6 және де 4,2 сантиметрді құрады. Бір сөзбен айтқанда, Келес ауданында халыққа қажетті игі істер сапалы іске асуда. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.